Өзіміздің осы 3 миллионға жуық құнды экспонаттарымыз бар. Жауһар жәдігерлерімізді осы жас буынға түсінікті тілмен құндылығын жеткізу мақсатында осындай жаңа форматта музейлер түні форматта көптеген шараларды ұйымдастырып отырмыз. Енді баршаңызға мәлім, осы апта ел көлемінде Қазақстанның барлық 20 аймақтарында көптеген ресми бейресми шараларымыз өтетін болады. Бір аптаның ішінде 100-ден аса осы мәдениет өнер саласының қызметкерлерінің белсенді қатысуымен әртүрлі форматта шаралар өтетін болады. Парасаттың негізі мәңгілік парасаттың ең биік, ең киелі ғимараты ол кітапхана. Сондықтан да елімізде осы мәдениет және өнер саласының, соның ішінде кітапханашыларымызға әрқашанда лайықты құрмет көрсетуде. Өзіміздің ел көлемімізде 11 мыңға жуық кітапханаларымыз бар. Бірақ өзіміздің мәдениет және спорт министрлігіне қарасты 4 мыңға жуық кітапханаларымыз бар екен. Соның ішінде 10 мыңға жуық қызметкерлер жұмыс атқарады екен. Мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтіп, жас ұрпақты рухани байыта түсу үшін аянбай еңбек етіп жүрген баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздерге бақ-береке, толағай табыс тілеймін. Өнерлеріңіз өрге бассын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.